Баршаларыңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, арасына ешқандай сармай жақпайтын қатпарлы қытырлақ самсаның құрамымен бөлісетін боламын. Ал ендеше бісміллә деп қамырының жасалу жолымен бастаймыз. Ең алдымен ыдысқа 2 ас қасық 20% қаймағымызды саламыз. Міндетті түрде 20% болу керек, қыздар. Және оның үстіне жұмыртқамыздың 2 сарыуызын пайдаланамыз. Ақуызы бізге қажет емес, тек сарыуызын бөліп саламыз. Және бір жұмыртқаның өзін қосатын боламыз. Одан кейін бізге 60-70 грамм салқын су қажет. Барлығын жақсылап араластырып, толықтай араластырып шығамыз. Яғни қазір біздің ұнымызға қосатын қоспамыз дайын, осылай дайындап аламыз. Енді мен бұл жерде қолданып жатқан май 72% жоғарғы сары май. Салқын болу керек және ұнымызға аунатып видеодағыдай теркадан өткіземіз. Жақсылап тұрып крошка дайындайтын боламыз. Достар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Міне видеодағыдай шығу керек крошкамыз. Енді крошкамызға дәміне қарай тұз салып, жаңағы сұйықтығымызды қосып, жақсылап жіп-жұмсақ қамыры илеп шығатын боламыз. Иленген қамырымызды видеодағыдай иін қандыратын боламыз. Қанған қамырымыз өте жақсы жайылатын болады. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр илем шықты. Бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткен соң қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, молынан ұн салып, қамырымызды жаямыз. Қыздар, ұнды көптеп сала берген дұрыс, себебі құрамында сармай болғандықтан ол жабысқақ болып келеді. Жайылған қамырымыздың бетіне ұн сеуіп, видеодағыдай орап, бір шетіне қоя тұрамыз. Қамырымыз жұқалау болу керек. Екінші қамырды алып жаямыз. Дәл осылай жұқалап жаятын боламыз. Енді қамырымыздың ортасына жағатын майды дайындап аламыз. Ол үшін кез келген қойды немесе сиырдың іш майын алып, 2 ас қасық сұйық май қойып, тура осылай шыжғырып аламыз. Ерген майымызды қамырымызға жағамыз. Бұл май самсаның өте қатпарлы қытырлақ болуына қатты көмектеседі. Бірінші. Одан кейін екіншісін қамырымызды үстіне жайып, қайтадан осы майымызды жайып шығамыз. Енді рулет сияқты орап, осылай орап шығамыз. Осылай орап, қолымызбен тығыздап жібереміз. Арасында ауалар шығу керек. Осылай тығыздап, қолымызбен орап, 20-25 минут морозильникке салып қоямыз. Менің фаршым осындай, мына картошка қостым, пияз қостым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Салмасын. Енді мына морозильниктен алдық. Енді осына теңде бөліктерге бөліп, ұнсыз жаямыз. Ұнсыз жайып, арасына салмасын салып, осылай өретін боламыз. Міне осылай домалақтап жайып, ортасына салмасын салып, әдемілеп өретін боламыз. Өру әдісін видеода әдейі жайлап көрсеттім. Осылай өрсеңіздер болады.
Пергамент қағазымызды төсеп, самсаларымызды қойып, бетіне жұмыртқа жағып, жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне мак немесе күнжіт сеуіп, 30-35 минутта пісіп шығады. Пештеріңізді міндетті түрде қыздырып қойыңыздар. Самсаның арасына тоқ майы жаққаннан кейін тоны өзінің дәмін жоғалтпайды. Ерекше дәмді бір дәм болады. Тоны қатып қалады деп ойламаңыздар. Менің видеом ұнаса сіздерге лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп, мені қолдап қойыңыздар.